телефонға жолама деп. Wi-Fi шашайын деген Қумаш қандай Wi-Fi шындайды? Бірдеңе көрейін дедім. Нені? Ештеңе жібер. Кел. Айдеке подъезде камералардың бәрін қарап шықтым, ешқандай күдікті ілінбеген. Әшейін дворда сандалып жүрген біреу ғой. Ешқандай ұры емес мынау. Сол ұры емес дегендерің ұры болып шығады сен, Дәулет. Что-то түрі модный. Басқа ракурстан кадрлары бар ма? Жоқ қой. Подъезге жақындамаған, бұл әшейін телефонмен сөйлесіп жүрген біреу. Ұры емес деймін, Айдеке мынау. Дәулет, үйретпеші мақұл. Ақылды болсаң айтшы, қыз ба, бала ма? Саған бұдан басқа не факт керек? Молодой, жүр. Мына жақтың камераларын көтереміз. Все хорошо. Дәулет, сен былай қыл, екінші деламай айналыс. Мен саған гарантия беремін, екеуі екі түрлі дела бір-біріне қатысы жоқ. Сосын қылмыс болған сәттен бастап камераларды қайттан көтеріп шығып. Ерінбе. Қайттан қарап шығам ба, Короче, Кана, Макс, бүгін адреске түсесіңдер. О, пайдаға кенелетін үйдің адресі осы ма? Смело жайпап кетеміз, братан. Сен көп сөйлей бермеш. Аз сөйлеш сен. Аз сөйлеп, көп жұмыс істеш. Қазірден баста жұмысыңды. Бар. Магазинге барып кел. Ана Гоша братаныңа керек нәрсесін әкеп бер. Братан, план тыңдап алайын да, сосын барысылам ғой. Бол, братан, Кана айта салады ғой. Гоша, братан, не алайын сізге? Что там не істеу керек? Қалай істеймін? Короче, Молодой, олардың бірде-бір камераға түспей қалуы миға сыймайды. Жақсылап көтеру керек камераларды. Значит, опытный болып тұр олар. Вот олар опытный болса, бізге екі есе көп ойладып, үш есе көп жұмыс жасау керек. Сонда не істейміз, Айдеке? Не істегенде бүкіл кафе, ресторан, магазин, наблюдающий камералардың бәрін көтеру керек. Хотя бы қай жерден келгенін анықтауға болады сол кезде. Оның бәрін үлгереміз ба, Айдеке? Үлгереміз. Той үсті үлгересің. Жүр, анау магазин бастаймыз. Ура, Айдардың айтқаны рас сияқты. Енді айтасың? Қылмыстар. Анау екеуі бір-біріне ұқсайтын кража бар ғой, оказывается ұқсамайтын сияқты. Так. Айдар үйді тазалайтындарды тексеру кетті. Сол уақытта мен екінші қылмыспен айналыстым. Мынау камера өшкен уақыт пен қылмыс болған уақытты есептесем, екеуі бір күнде бір уақытта болған. Так. Сонда мына бірінші үйден звонок үшкеннен кейін түседі, ал мына үйден дәл сол уақытта. Дәл солай. Именно сол пәтерден тек қана сағат ұрланған. Ал ол пәтерде студенттер тұрады. Камера өшкенге дейін бір адам күдіктелінген, бірақ оның ұры емес екенін білмеймін. Doğru mu? Иә? Кана, түсіндің ғой, бәрін аккуратно істе. Түсіндім, братан. Сен бүкіл жұмысты братишкаларыңа тапсырып, өзің демалып отыратын боласың ба, не? Майда шүйде жұмыстар ғой просто. Майда шүйде жұмыс болса, бір-екеуі маған да беріп қойсай, үйді квартирада отырып іш пысып кетті. Адреналин керектігіндей. Гоша, кеше ғана шықтың ғой, асықпасай? Не асығыз? Қыдырайық, демалайық, план құрайық. Все, асығыс жоқ дейсің ғой. Братан, қара нәске жоқ екен, мынандай ғана тек. Сен малысың ба? Қара нәске жоқ болса, амайық қоймайсың ба? Гоша, киіп аласыз, креативный ұры боласың. Қойш. Кана, жаңағы бәрін түсіндіріп айт. Кеттік, Гоша, бір-екі жерге барып қойтайық. Мен анаяққа нәске тауып алайын бірінші. Кие сашын аны. Ой, көтің қышшы сен де. Алло. Қойш. Сука, соны сездім ғой мен. Все, қазір барам. Молодой, тез бош. Так, қалған ертеңге қалдырасын. А бүгін жинаған материалдардың бәрін сілмек қып шығар бол. Түсіндің ма? Хорошо. Че там, камераға кім түскен дейсіңдер? Әлі нақты емес, бірақ бір күдікті бар бізде. Аханов Мақсат, бывший сотрудник. Бір жыл бұрын жұмыстан шығып кеткен. Дәл қазір қайда екенін табу қиын болып тұр. Че-то мына түрі таныс қой, Болды ғой телефон арқылы артына түсек тұрдым. Вот именно атына тіркелген номер 6 ай бойы өшіп болған. Енді өзіміз іздеп табу керек оны. Енді іздеп табуымыз керек қой осыны.
егер осыны табатын болсақ жігіттер біраз деланы арта ашылайын деп тұр. Сол үшін жақсылап жұмыс істеу керек, ребят. Молодой қайда? Қазір келеді ол. В общем, екі делада да күдіктілер анықталып тұр ғой. Енді қалай істаймыз, кімнен бастаймыз, соны ақылдассақ болды. Сол үшін кішкене сыртқа шығып миға кислород беріп қойдық. Кеттік сөйдейікші. Төгіш менде бірақ шұтып қалып, магазинге барып теңге алып келсейсің. Жүр айдыр. Чөт мынаның түрі танысшы бірақ, өте. А? Иә? Молодой қақты, жұмыста отса болады ол. Чё там, братаның айтма планын? Айтты ғой, я. Не дейді? Ұрлыққа түсеміз да. Басқа не? Білем ұрлыққа түсетімізді. Явно көшетеуге бармаймыз ғой. Подробно айтсай. Қанша сумма, кімнің үйі, қай жақта? Асықпаса айтам ғой. Короче, Төкең деген біреу деді. Ұрлыққа түсеміз соның үйіне. Не үшін кетіп бұл үйге? Анаң қарасай. Ебайт анау Айдаг ма? Иә, жұмыстан шығып кетті деп естіп ем. Қайттан келген сияқты ғой. Бге опасно тогда. Гоша, маған уже ақша керек емес. Ақша қызық емес маған, жетеді ақша. Маған ана ишактың көтін айыру қызық. Түрмеге түскенде сонша қуанып еді, енді солай өкінетін болады. Сен дайын планың бар ма? Бар ғой, асықпай қан ішу деген план бар. Пока что бүгінгі пландар орындала берсін. Айтпақшы, жоламан қақта? Өткенде шыққан түрмеден үйде бір күн болды да, кетіп қалды. Білесің ғой, мінез ит. Жүре берсін сөйтіп. Қой, кеттік. Кешіріңіз, а. Пока что осы телефон болады ше маған? Қолдан да келуген амал ұлдырам ғой. Маманнан сұрап көр, тоқта. Телефон сенде ме? Мен емес. Қарындас, мынау сіздікі емес па түсіп қалыпты? Иә, мендікі. Бұл қалай түсіп қалған? Рахмет. Жолыңыз болсын, оқасы жоқ. Портмонесінде ақшасы жоқ. Хотя бы карточкасында бар шығар. Айдаржан, шаршаңғысың ғой. Жұмыс бастала салып, майдан басталып кетті дерек, демалуға уақыт болмай жатыр. Құдай бос қалғаннан сақтасын. Адам әрекетімен адам ғой. Жұмыс жасап, әрекеттеп жүргенің қайырлы ғой. Дұрыс айтасыз дерек, Баяғыда менің бір досым болатын. Бірге жұмыс істегенбіз. Сол күнде қоймайтын. Осы жұмыстан шаршап. Осы жұмыстан шаршадым. Қашан пенсияға шығам, үйде жатып демалам деп күңкілдей беретін. Сонымен бір күні сол жұмыста абайсызда құлап, белін сындырып алды. Қанша жерге барып емделсе де, нәтиже болған жоқ. Екі аяқтан жүре алмай қалды. Енді мүгедек болған соң пенсияға да шықты. Қарашы енді, аңдамай сөйлеген, ауырмай өледі деген осы да. Ереке жаман қып қойды ғой. Мен негізі ондай мағынада айтқан жоқпын ше. Жоқ, Айдаржан, мен ғибрат болсын деп айтып жатқаным ғой. Ол сенің сөзіңнен туындап жатқан жоқ, сөзден сөз туып. Сен айып етпейін. Ойнап айтып отырмын Ереке. Біздің жұмыс осысымен қызық қой. Бір дело ашылса, жабылмайынша демалыс жоқ. Енді адам суға түсамаған үшін емес, жүзамаған үшін батады дейді ғой. Бұл жолды өзіміз таңдадық. Әр күніміз риск. Біз тек батып кетпес үшін әрекет жасаймыз. Сол ғой Ереке. Дұрыс, Айдаржан. Не болса да тыныш болсын. Елдің тыныштығы оңай емес. Что там? Нормально ма бәрі? Болады. Что-то жақпайтын бір нәрсе жеп қойдың ғой деймін. Ішке кіре аласың ба? Смело. Болды онда Макс. Сен алды жақтан кіресің, мен арт жақтан кірем.
Неге бірге келмейміз? Мен бірін-бірі болып қалса, страховка. Арт жақтан кіре беремін. Үйде ешкім жоқ дедің ғой сен? Ешкім жоқ үйде. Сонда да. Көтің бір жамандық сезіп тұр. Адамды қорқытпайын ғой сен? Қорықпаш, күнде істеп жүрген тірлік қой. Кеттік, машина осында қалдырайық. Сен. Kana, остаться. Ебать, сен кімсің е? Қылмыс кеше түнде болған. Бірақ сіз бізге хабарласудың орнына таңда көршілеріңіз хабарласты. Неге сол сәтте өзіңіз хабарласпадыңыз бізге? Мен есімде жоқ. Моментально шок алдым. Сосын қанша уақыт ессіз жатқанын білмеймін. Қазір бәрі жақсы ма? Есіңізде хотя бы бізге айтып беретін бір-екі нәрсе бар ма қалған? Үйде жалғыз болатынмын. Сосын ұйықтайын деп жатқам. Есіктің дауысы ашылғандай болды. Ебать, сен кімсің е? Міне, осылай болды. Жалпы негізі өзіңіз күдіктенетін адамдар бар ма еді? Бар. Солар жайлы нақтырақ айтсаңыз. Мына сен, және мына сенің сотрудниктерің. Түсінбейтін несі бар? Сендер соғырлармен біргесіңдер. Бірге бір бандысыңдар. Соларға наводка бересіңдер сендер. Төке, аузыңызға байқап сөйлеңізші. Бұл жерде ешкім ерігіп жүрген жоқ. Мына біздер елдің тыныштығы деп жүрген адамдармыз. Сен талпасылай бермеші. Елдің тыныштығы дейсің. Кеше менің тыныштығым бұзылды. Қайда жүрсіңдер сендер? Хорошо, что бір өзім болдым үйде. Бала шағам болғанда, кім білет не болатын? Төке, неге ұрыс шығарып отырсыз? Сол кезде бірден хабарласпайсыз ба бізге? Сосын сендер келем дегенше, үйді тонап бітсін. Тоқтаңызшы, сізде қару қаяқтан жүр? Мені тергегенше, орын ұстаңдар одан да. Заңды қару. Сенбесеңдер документтерін көрсетейін. Төке, былай қылайықшы. Біздің мақсатымыз қылмыскерді ұстау. Ашуға бой бермейік. Сіз одан да бізге қылмыскерді сипаттап беріңіз. Біз информация алайық, қалған жұмысты өзіміз істейміз. Қараңғы болатын. Бұлай анық ештеңені көрген жоқ. Камера бар ма еді үйде? Бар. Бір апта болды жұмыс істемей тұр. Ертең ауыстырам дегенде, міне мынандай тірлік болды. Кешіріңіздер, жаңасын әперім. Италиядан ба? Сендер бұлай істеңдерші. Мені тергегенше, орнынан сырттан іздеңдер. Көшедегі камера қараңдар. Маған болмайтын бір сұрақ қоя бергенше.
Әбден үйді қиратып біттіңдер. Чотам, Кана. Кеше түнде не болды өзі? Қалай болды? Макс қайда? Білмеймін, братан. Сен істедігін істеп, кетіп қалдым. Кешір, Макс. Братанға жақпай қалдым ғой. Өмір сондай, короче. Онда дұрыс болған екен. Төкең өзінікін істеген шығар. Түсінбедім. Үйдің иесін айтам. Төлегендігін атморозық біреу, оны тірі жібермеген шығар. Братан, сонда? Иә, оны атпыстат бақауды. Сіз оның үйде екенін білдіңіз ба? Конечно, білдім. Білгеннен кейін жібердім ғой сендерді. Ол үйдің иесі Төлегендігін таза атморозық біреу. Баяғыда ол үйге 2 рет түскем. Біріншісінде тазалап кеттім, базар жоқ. Екіншісінде стволмен күтіп алды, но қашып үлгердім. Ол үйіне түскен адам тірі жібермейді. Еще полицияны жек көреді ол. Братан, терезеге дейін бардым ғой мен. Камераға түсіп қалған жоқпын ба? Мен артынан түсіп алмай ма? Ба, Кана, сен бұндай қорқақ деп ойламаппын. Ойымдамаш, ақымақ емеспін ғой. Бір апта бұрын камераның бәрін өшіріп тастағам. Әлі жөнді үлгермеген шығар. Главный, анау Макстан құтылдық деп ойлаймын енді. Бір күн болмаса, бір күн по-любому тоқылдақ қоятын еді. Кана, есіңде болсын. Біз өзіміз адам өлтірмейміз. Қолымыз таза біздің. Но бізге керек емес зиян адамдар бір-бірін өздері өлтіру керек. Түсінікті ма? Түсінікті. Мынау тентек па, қуама? Бір нәрсеге көт ашып тұр ғой бұның. Ұрыларды өз ұсталмайғаны көт ашып отқан жер. Походу білмейміз ғой енді неге екен. Чотам, кешегі дела бойынша информация бар ма? Мына қабаттасып кетіп тұр ғой, көріп тұрсың ғой. Везде кража болып кеткен біле. Мынаны тындырып берейік ертерек ұстап, қылмыскерлер. Наводканы сендер беріңдер деген сөзін қайтып алғызайық та бұған. Все онда. Сен былай қыл. Шық та көршілердің камераларын көтер. Сен жүр, молодой. Айналадан бір нәрсе тауып қалармыз. Иә, түсінікті. Хорошо, бүгін шығамыз болды. Жақсы, давай. Что Мара? Жай. Хозяйка ғой, квартираны босатыңдар деп отыр. Жай емес сияқты мына что-то. Прям бүгін босату керек па? Иә, бүгін квартира іздеу керек. Қуады екен ғой таза. Сұрамайсың ба, жай ма сіздікі деп? Мың қиып отпай. Айдың ортасында адам. Айда болған жоқ қой. Топас десе. Скотина, баран. Кімге звондап отырсың? Хозяйкаға өзіне айтса бәрін. Шынды. Ассалаумалейкум, брат. Квартираға кіргет. Айдеке? Чо там? Қарасаңшы, нерде тоштан бірдеңе болған ғой? Бұл тірлік мен ойлағаннан да қиын болып баратыр ғой. Бір емес бірнеше нәрсе болған сияқты ғой мына жақта. Молодой, былай қыл, жақсылап фотоға түсіріп ал, е? Хорошо. Алло. Қош. Видеоның көшірмесін ал да бөлімшеге түсей. Қазір барам. Давай. Түсірдің ба? Иә. Кана, жоламанды іздеп көрші сен. Тапсаң көзіне түспе бірақ. Маған сразу хабар бер. Все. Чо, мен дайынмын онда. Кеттік па демалға? Кеттік. Қарсыңшы. Көлік кеп тоқтайды. Ішінен біз іздеген сотрудник.
жүрегім айнып кетті. Тірліктен қорып қобалжып кеттім десейші. Көтіңді қыс шыққаны. Болды, ойнап жатырмын. Кеттік па? Кеттік, қайда? Так, за рулем камераға түспей қалған. Машина без номері. Не болып кетті бұл, Қалай ойлайсыңдар, мына бүгінгі делоға қатысы бар ма? Конечно, қатысы бар, Мора. Жаңа төкеңде мутный ғой, біраз нәрсе жасырып тұр. Мына екеуі қайға барды. Походу, соның үйіне түскен жоқ па осы екеуі? Төлеген мутный болатын болса, үйін ақтырайық онда. Мен оның үйін түнтуге бүгін ордерге заявка жіберем. Ордерді қалай аламын, сол үйіне барам. Ал оған дейін сен онымен жақсылап сөйлес Төлегенмен. Молодой, сен Айдармен барасың. Сен ПТС-ге балдарыма хабарласың, без номера жүрген машина көтіне түсесің. Хорошо. Жүр. Төке, еркекпіз ғой, еркекше сөйлесейік. Жасырмай айтыңыз, кеше түнде не болды? Жасыратын несі бар? Мен үйім тонамақшы болды. Ал мен көріп қарсыластым. Басқа не? Олар екеу болды ғой, Жоқ, біреу болды. Қателесесіз, Төке, олар екеу болған. Бірақ сіз олардың біреуін ғана көрдіңіз. Оны қайдан алдың? Ол біреу болды. Мынаны қараңыз, Төке. Сыртта біреу темекі шеккен. Ол жерде аяқ іздері бар. Бірақ ол ішке кірмеген. Өйткені терезе ашылмаған. Ал екіншісі есіктен кірген. Сіз соны көргенсіз. Сөйтіп араларыңызда қақтығыс басталған. Сіз қарулы болғансыз. Байқаусызда өлтіріп қойдыңыз. Сөйтіп қылмысты жасыру үшін үйдің төңірегіне көмдіңіз. Енді сізге сұрақ. Қай жерге көмдіңіз? Не? Не оттап отырсың? Көмген несі? Төке, сіз бізге жаңа дұрыс айттыңыз. Факты сырттан іздеді. Біз сыртты іздеп жүріп біраз факт таптық. Не таптың соншалықты ал? Ебайт, сен кімсің? Қақтығыс үйдің сыртында болды. Сіз оны сүйрегенсіз. Бізге хабарласуға қорыққансыз. Өйткені біз келсек, сізді тұтқындаймыз. Өйткені сізде факт жоқ оның қылмыскер екеніне. Камераның істейтін-істемейтін бізден жақсы сіз білесіз. Қылмысты жасыру үшін айналаны тазаладыңыз. Киіміңізді ауыстырдыңыз. Бірақ осы фактылар қалып кеткен. Браво, браво. Керемет айттың ертегіні. Бірақ енді барда қылмыскерді ізде. Төке, қылмыскер осы жерде отыр. Біз үйді тінтейміз. Сенің оған рұқсатың жоқ. Үйді тінтуге рұқсат бар. Міне ордер.